Қышқылдардың ыдырау дәрежесін шатастырасың ба? Онда менен саған бір лайфхак. Қышқылдарды диссоциациялану дәрежесіне қарай біз әлсіз, орта және күшті қылып жіктейміз. Қараңыздар, назар аударсаңыздар, әлсіз, ортаса, күшті бізде оттекті қышқылдар белгіленген. Енді қазір біз оттек санын М деген өрнекпен аламыз. Сутек санын N деген өрнекпен аламыз. Енді осы М мен N-ді азайтқан кезде біздегі 0-ге, 1-ге, 2-ге, 8-ше одан көп сандарға тең болатын болады. M-N 0-ге тең болса, онда қышқылымыз әлсіз. M-N 1-ге тең болса, қышқылымыз орта. M-N 2-ге тең болса, қышқылымыз күшті. Сәйкесінше 3-ке тең болса, 4-ке тең болса, өте күшті болып ары қарай кете береді. Мына қышқылдарға назар аударыңыздаршы. Күшті қышқылымыз біздегі H2 хром 2 O7. Дихром қышқылында 7-ден егерде 2-ні азайтатын болсақ 5-ке тең. Демек қышқылымыз күшті. Сол сияқты 4-тен 1-ді азайтсақ 3-ке тең болады, 3-тен 1-ді азайтсақ 2-ке тең болады, 4-тен 2-ні азайтсақ 2-ке тең болады. Бұлар бізде күшті қышқылдар. Және орташа қышқылдарды қараңыздар. 2-ден 1-ді азайтқанда 1, 2-ден 1-ді азайтамыз, бұл жерде 3-тен 2-ні азайтамыз, 2-ден 1-ді азайтамыз. Бұл жақта M-N-ның мәндерінің барлығы 1-ге тең. Демек, бұлар орта қышқылдар. Ал енді әлсіз қышқылдарды қалай табамыз десеңіздер, M-нен N-ді азайтқан кезде 0-ге тең болатын, олар әлсіз қышқылдар. Ол 3-тен 3-ді азайтсақ 0-ге тең болады, сол сияқты басқа да 0-ге тең болатын қышқылдар. Тек қана біз көмір қышқылын бұл жерде 3-тен 2-ні азайтсақ 1-ге тең, лайфхакқа келмейтін, жадта болу керек жалғыз әлсіз қышқыл, ол көмір қышқылы H2CO3 болып табылады.